Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасы үкіметінің конституциялық құқықтық мәртебесі. Үкімет Қазақстан Республикасының атқарушы билігін жүзеге асырады. Атқарушы органдардың жүйесін басқарады және олардың қызметіне басшылық жасайды. Үкімет алқалы орган болып табылады және өзінің қызметінде республика президентінің және парламенттің алдында жауапты. Үкімет мүшелері парламент палаталарына есеп береді. Үкіметтің құзыреті, ұйымдастырылуы мен қызмет тәртібі конституциялық заңмен реттеледі. Қазақстан Республикасының президенті үкіметті конституцияда көзделген тәртіппен құрады. Республика премьер-министрі тағайындалғаннан кейінгі 10 күн мерзім ішінде премьер-министр үкіметтің құрылымы мен құрамы туралы республика президентіне ұсыныс енгізеді. Үкімет мүшелері Қазақстан халқы мен президентке ант береді. Қазақстан Республикасының үкіметінің міндеттері. Бірінші, мемлекеттің әлеуметтік экономикалық саясатының, оның қорғаныс қабілетінің, қауіпсіздігінің, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асыруын ұйымдастырады. Республика президентінің келісімімен мемлекеттік бағдарламаларды бекітеді. Сондай-ақ олардың орындалуын қамтамасыз етеді. Келесі. Парламентке республикалық бюджетті және оның орындалуы туралы есепті ұсынады. Бюджеттің орындалуын қамтамасыз етеді. Келесі. Мәжіліске заң жобаларын енгізеді және заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді. Мемлекеттік меншікті басқаруды ұйымдастырады. Келесі міндеті. Республиканың сыртқы саясатын жүргізу жөнінде шаралар әзірлейді. Келесі. Министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне басшылық жасайды. Келесі. Республиканың министрліктері, мемлекеттік комитеттері, өзге де орталық және жергілікті атқарушы органдарды актілерінің күшін толық немесе қолданылуы бөлігінде жояды, немесе тоқтата тұрады. Келесі. Республика президентінің келісімімен мемлекеттік бюджет есебінің қамтылатынын барлық органдар үшін қаржы бөлу және қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекітеді. Келесі міндеті. Конституциямен, заңдармен және президент актілерімен жүктелген өзге де қызметтерді орындайды. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің міндеттеріне тоқтайтын болсақ, олар келесіден тұрады. Бірінші. Үкімет қызметін ұйымдастырып,
оған басшылық жасайды және оның жұмысы үшін дербес жауап береді. Келесі. Үкімет қаулыларына қол қояды. Үкімет қызметінің негізгі бағыттары жөнінде және оның аса маңызды барлық шешімдері жөнінде президентке және парламентке баяндап отырады. Келесі, үкімет қызметін ұйымдастыруға және басшылық жасауға байланысты басқа да қызметтерді атқарады. Үкімет мүшелері өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдауда дербеске ие, әрі өздеріне бағынысты мемлекеттік органдардың жұмысы үшін Қазақстан Республикасы премьер-министрінің алдында жеке дара жауап береді. Үкіметтің жүргізіп отырған саясатымен келіспейтін немесе оны жүргізбейтін үкімет мүшесі орнынан түсуге өтініш береді, не ол лауазымынан босатылуға тиіс. Үкімет мүшелерінің өкілді органның депутаттары болуға оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтерді қоспағанда өзге де ақы төленетін жұмысты атқаруға, кәсіпкерлік іспен шұғылдануға, заңнамаға сәйкес өздерінің лауазымдық міндеттері болып табылатын жағдайларды қоспағанда, коммерциялық ұйымының басшысы органның немесе байқаушысы кеңесінің құрамына кіруге құқығы жоқ. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.